Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде распаковка. Тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Мен заттарым Қазақстанға келіпті. Қазір біз бірге барып, әкеліп, бірге көретін боламыз, қандай заттар келген. Мен өзім білмеймін, даже қандай зат. Көп зат бергем. Соның бір 15 па, 14 па заты келген ғой. Короче, түнде маған приложениеден пұтырлап сообщение келіп жатыр. Азанғайын зорға шыдап күтіп жаттым. Қазір барып алып келемін. Заттарымды алдым. Мәлі. Көп, мен кішкентай болатын шығар деп ойладым. Қазір такси күтіп тұрмын. Ауыр ғой мына. Көп ішінде заттар. 14 па зат кетті. Қазір таксиді кесін, үйге барып, ашатын жерде отырып такси келгенше мен ашып тастайын деп тұрмын. Не екен кішкентай? Енді коробка аяқ киім екен көрініп тұр. Мына қалғанның бәрі киім өзім. Складым. Мына жерден ашып алғанмын. Үйден ашқан ғой. Осы үйдің ішінде. Түсірем дегеннен есіме шығып кетіпті. Достар, қазір мен распаковканы бастаймын. Бірінші мынандай кішкентай заттан бастағым келіп жатыр. Мына қазір ішін ашып көретін боламыз. Ішінде қандай зат бар. Бүгін балалардың барлығы сабақта. Одан кейін қосымшада. Сондықтан менің өзім бүгін видео түсіріп жатырмын. Менің бір өзімнің алғашқы видеом бұл. Айтпақшы, бізге лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мынандай. Даже не екенін түсініп тұрған жоқпын. Қытайша жазылып тұр. Ашып көрейін. Бұл бізде помада екен. Мынандай помада. Мына жағы матовый. Мына жағындай жылтырды. И мына жағы матовый ма, сондай темный болып тұр. Мен бұны қайынсіңліме заказ бердім. Өзі осы цветті таңдады. Күшті, әдемі екен помада. Ал бізде келесі екінші затымыз. Мына коробканы ашқым депті. Мынада ауырма деп бүйтіп алып қалсам. Кішкентай зат сияқты. Ойыншық сияқты болып жүреді. Қызық болып тұр ше маған. Мына біліп тұрып енді бұл аяқ киім екенін. Ол. Бұл тоже қайынсіңліме берген қалам, мынандай қас бояйтын қалам. Сіздерге ашып көрсетейін. Мен сонша неғып коробкаға салдым. Қытайларшы өлтіріп тұрып несін қойып. Қытайлар өлтіріп тұрып коробкасының сыртын орап жібереді. Мынандай қалам. Мынаусы да күшті екен. Менде осындай қалам. Мына жағы тарайтын, короче, қас боятын қалам. И бізге подаркаге айтайын бақ не берген. Мынандай не беріпті. Мынандай пышақ беріп жүрген. Бізге мынандай пышақ беріп жүрген ғой. Бұл по-моему бүйтіп қасты не қылады ау деймін. Бірақ біз бұндай немен қолданбаймыз. Қасымызды термейміз. Енді бұл білмеймін, ешкімге үйде короче жататын сияқты. Анандай пышақ болады, бір инструменттерші. Сондай сияқты ғой. Мына мен қас қырудың өзі опасный ғой мына. Осындай подарка беріп жепті. И еще мынандай несі бар ғой. Жаңағыдай насадка емес, лезі. Мынаған заказ бергенбіз ғой. И бізге мынандай подаркаға беріп жетті. Қытайлар енді өлтіріп тұрады енді. Подарка бергенге күшті шығар Қытайлардың. Келесі мынаны ашқым келіп тұр. О, киім бұл бізде киім. Бізде
келсе мынандай киям. Детский костюм. Қараңыздар. Күшті. Тура суреттегідей келді. Мә, матасын бәрі күшті оның. Качествосын бәрі. Тура суреттегідей келді. Бұны біз 2,5 теңге ма сондайға заказ бердік. По-моему, қателеспесем. 2,5 или 3 мың ба? Күшті, е? Қараңыздар. Енді келесі 4-ші зат. Мынаның ашып көрейік. Бір несі бұл жерде, мына жерде қандай зат екен, ондайлар жазылмайды. Короче, өзің білмейсің ғой, не екенше. Қазақстанда почти 3 есе ма, 4 есе сондай шығар, қымбат шығар. 3 есе қымбат шығар, иә. Бұл мінекей мынандай шалбар. Оны мен қайныма заказ бергем. Күшті матасы. Осындай шалбар. Бірақ мен бұншы жұқа болып келе ма деп ойлағам. Ая, жұқа. Көктемге киетін. Молодежный шалбар ғой. Матасы күшті. Барлығы күшті. Ал енді келесі бізде мынаны ашып көрейік. Бұл сәл жеңілдеу екен. Қазір көретін боламыз. Бұлардың сайтқа кіріп бағасын естігіңіз вообще шок боласыздар. Мына футболка біз бұны қаншаға заказ бердік? 700 теңге или 800 теңге сондай. Міне мынандай сурет салып жіберіпті. Міне мынандай футболка бұл бізде. Бұл тоже қайныма заказ бердік. Осындай футболка молодежный. Жаңа шалбармен бірге кигенге заказ бердік. Келесі мынаны ашып көрейік. Бұл да ауырлау екен. О, джинсы Айсылмен Каусарға. Мына жағы кала. Бұнда тоже біз 2,5 мың теңге ма сондайға алдық. Енді кигеннен кейін килограмм төлеймін. Менде осы 14 заттың барлығы 10 мың теңге ма сондай шықты. Мына үлкен размер Айсұлуға, мынау кіші размері Каусарға. Келесі маған мә күшті ұнап отыр. Мынаны ашып, тез бәрін ашып тастағым келеді. Қашан келеді деп заказ бересің ғой. Бірақ келген кезде иісіп аласың ғой. Вау! Мынандай двойка. Тоже Айсұлуға. Осы көктемде кигенге мына жағы мына қысқа болып тұрады. Бел жағы мына қысқа болып тұрады. Короче, былай тұрады. Күшті ше. Өзім кигенде көтеп қалып. Мә, матасының бәрі күшті ғой, енді идеальный ғой. Мына замоктары, бізде бұлар 18 мың теңге сондай ғой. Мен мысалға мына жерде тұрған заттың бәрін 18 мың теңгеге алған. Жаңағы двойка бар емес па, соны мен 18 мың теңгеге көргем. Ал мен мына тұрған заттың барлығын бір 20 мың теңгеге ма сондай алғам. Менде еще товарлар келіп жатыр. Бұл менде жақсы. О, міне. Шлепка өзіме заказ бергем, аяқ киім.
37 размер. Күшті. Бұлшы 1200 теңге ма, сондай тұрады сайтта бағасы. Жаңағыдай только коробкасы мұжылғаны болмаса, бұлай атак күшті. Келесі заттарым азайып бара жатыр. Мынаны ашып көрейік. Бізде двойка. Калсарға берген двойка. Қазір кешке балдар сабақтан келіп. Вау! Еще тамна. Қараңыздар, мынаны бөлек пакетке салып жүрген. Мынаны бөлек пакетке салып жүрген. Асты үсті. Мынау не? Мына белдігі екен ғой, мына беліне бүйтіп тағып қоятын. Еще оны бөлек мынандай пакетке салып жүрген. Мына. Күшті, матасы жұмсақ. Күшті екен мынау. Ұнады маған мынау. Қатты ұнады, матасы деген күшті, енді жұмсақ бар ғой. Мына кофтасы, кофточкасы. Мына астында шалбары. Шалбар, по-моему, қысқа болып тұрады. И потом мынау белдігі шалбарына бітіп іліп қоя салатын. Келесі бізде мына нәрсе. Заттар азайып бара жатыр, ой. Бұл бізде мынандай салып жүрді. Ондай, короче, түсінбеймін. Негізі бізге купон сондай салып жүреді да. Ол купонды пайдалану үшін бізде қытайша карточка болу керек. Бұл тоже қайныма. Сондай шалбар. Трико. Мен қысқа болатын сияқты. Осындай трико. Матасы жұмсақ. Күшті екен бұл да. Матасы жұмсақ. Келесі мынаны ашайық. Вау, бұл енді Әбдімаликке спортивка. Күшті. Мынандай спортивка. Күшті, бұнда мен 18 мың ба, 17 мың ба сондай алып көрдім. Негізі детский киімдердің барлығы двойкалар 18 мың, 17 мың сондай тұрады. Ал не бізде де, басқа қаланы білмеймін, бізде сондай. Ал басқа киімдері 8 мың, мысалы юбка, кофта, қайдар болса 8 мың, 7 мың сондай тұрады бізде. Мына жаңа айтқан купон мынау ғой. Осындай купон салып жібереді. Бірақ мен оны пайдаланамын. Қандай зат? Бұл тоже қайнымызы. Мындай ғой міне. Футболканың сыртынан киетін, көктемде киетін. Мінекей. Осындай.
Бізде келесі последний зат. Ашып көретін боламыз. Мә. Носки бұл бізде. Нағарыңызшы. Мә, қанша носки мына жерде. Мен постоянно всегда носки аламын да, детский носкилер. И еще мынандай нелер болады, пакетиктер. Осындайлар қойып, осындай ішіне майда заттарды сондай салып алғанға күшті ше. Носки, жаңағыдай резинка осындайлар шашылып жатады ғой. Мына жерде қанша бар ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук носки біз 5-ге заказ бергенбіз ғой. И бізге 5 подарка берген. Біз ше мынандай 3 түрінен бердік. И міне 2 ақтан бердік. И потом мынандайдан бердік 3 әртүрлі цветтен. Сонда бізге мынандай молочныйдан 2 салып жерге, ақтан салған, қарадан салған, и мынандай көктен салып жүрген. Подаркаға салып жүрген ғой, представляете? Қытайлар негізінде подарка мені аямайды. Алдында менен оқыған бір қыз бар еді. Не берген ғой? Ойнайтын. Ішінен шариктер болады, домик. И ішінен мынандай коврик бар ғой, термоковрик. Соны подаркаға салып жүрген ғой. Мә, күшті. Кейбіреуге мынандай шариктер көп, оны бір несін салып жібереді. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.